Айналамдағы адамдардың кілті өзімде. Олар сені түсінбейді деп қорықпа, басқасын түсінбей қалудан қорық. Жағымсызға мүмкіндігінше аз көңіл бөліңіз. Назарды позитивтіге аудару керек. Даналық бұл ең алдымен басқалардың кемшіліктеріне төзімділік. Қателесу, адамдық, кешіру, құдайлық. Сізді қызықтыратынның бәрі басқаларға ұнай бермейді. Өзіңе деген сенімділік өмірден ләззат алудың және әрекет етуге күштің негізі. Адамдарға деген құрмет бұл өзін-өзі құрметтеу. Өз күштерінің санасы оларды арттырады. Басқаларды менсінбеу арқылы сіз ұлы болмайсыз. Адамның мінезі басқа адамды бағалағанда жақсы ашылады. Әрқашан бәрінен де ақылды болғысы келетіндіктен ақымақ ештеңе жоқ. Ең қиыны өзіңмен шын жүректен сөйлесу. Шыншыл адам дұрыс айтады. Лайықты адам кемшілігі жоқ адам емес. Еңбегі сіңген адам. Егер сіз өмірдің сізге күлімсіреуін қаласаңыз, алдымен оған жақсы көңіл-күй сыйлаңыз. Күлімдеген ең мықты. Сәттілікке сеніңіз. Сонда ол сізге міндетті түрде келеді. Сәттілік бұл мүмкіндікті қалай пайдалану керектігін білетін адам. Балықтар сіз күтпеген сәтте шағып алады. Кейінге қалдыру бұл үлкен мүмкіндіктер көмілген қабір. Оған қадам басудан қорықпайтын адамға сәттілік есігі қашанда ашық. Егер сіз үнемі құлаққап киіп жүрсеңіз, есіктің қағылғанын ешқашан естімейсіз. Істі қанша өлшесең де, ол жеңілдемейді. Егер сіз бәрінің жарқын жағын көрсеңіз, көзіңіз әлде қайда аз шаршайды. Жіберілген мүмкіндіктер жоқ. Егер сіз оны жіберіп алсаңыз, оны міндетті түрде басқа біреу пайдаланады. Үміттер бұл шын мәнінде армандар. Армандар іс-әрекеттермен қамтамасыз етілмейді, тек бос қиялдар. Көптеген жеңілгендер, олар бас тартқан сәтте жеңіске қаншалықты жақын болғанын білмейтін адамдар. Сіз өзіңізге лайықтыдан аз нәрсеге келісе салысымен, сіз келіскеннен де аз аласыз. Өзгелерге құрмет көрсете отырып, сіз өзіңізді құрметтейсіз. Бақытты мүмкіндік автобус сияқты, мынаны жіберіп алсаң, келесісі келеді. Оптимист бұл қиындықтар арқылы да бақытты мүмкіндікті көре алатын адам. Оптимист болыңыз. Дүниенің ақыры келгені ресми түрде жарияланғанға дейін. Кез келген сәттілік немесе сәтсіздік аяқталуды білдірмейді. Егер сіз тығырыққа тірелсеңіз, онда кері бұрылатын кез келді. Ең түкке тұрғысыз тас, гауһар тасқа айналуы мүмкін, тек өрескел. Барлығын дұрыс бастау үшін артқа шегінуге кеш, бірақ бәрін дұрыс аяқтау үшін алға ұмтылуға кеш емес. Сіз белгісіз мұхитсыз, сіз табылмаған материксіз, сіз іске асырылмаған мүмкіндіктердің бүкіл әлемісіз. Қолыңыздан келгенше қол созыңыз, сәттілік сізді қарсы алуға жетеді. Сіздің кім екеніңіз емес, кім бола алатыныңыз маңызды. Жалғыз лайықты жеңістер бұл табанды күрестегі жеңістер. Қанша жеңіліске ұшырағаныңыз маңызды емес. Сіз бәрібір жеңіс үшін дүниеге келдіңіз. Егер сіз бәрін бірден дұрыс жасауға уақыт таба алмасаңыз, бәрін өзгертуге уақыт табуға тура келеді. Иә, сіз түбіне дейін домалап кеттіңіз, бірақ аяғыңыздың астында тірек бар. Сыни жағдаяттар өз мүмкіндіктерімізді тереңірек тануға көмектеседі. Шашыңызды жыртып алмаңыз. Тазбас қайғыға көмектеспейді. Біздің арманымыз әрқашан тым үлкен, сондықтан бізде өсуге мүмкіндік бар. Егер күн батқанда жыласаң, жұлдыздардың қалай жанатынын көрмейсің. Қиындықтар ұлылықтың акушерлері. Жақсы сілкініс кейде жақсы кеңестен гөрі маңызды. Мақсатты жіберіп алған бойда сіз бірден кедергілерге тап боласыз. Бір орында тұрып жарыста жеңіске жете алмайсың. Бүгінгі күмән ертеңгі жетістікке жетудің басты кедергісі. Бір нәрсеге тоқталмаңыз, сізде әрқашан көптеген нұсқалар бар. Тау қаншалықты биік болса да, оны бағындырғаннан кейін оның қаншалықты төмен болғанын өкінішпен түсінесің. Сіз күн сайын бақытты бола алмайсыз.
Бұл енді адам емес, телешоудың жүргізушісі болады. Біздің ешқайсымыз нақты шектеулі қуат қорымен және қатаң түрде анықталған мүмкіндіктер жиынтығымен туылмаймыз. Кім іздейді, табады. Ең еңсерілмейтін кедергі сиқырлы мүмкіндік болуы мүмкін. Тек қанаттарында күтіп тұр. Мықты қолдар мен таза ақыл бар жерде әрқашан жаңа шекаралар ашылады. Мүмкіндік өзі туралы айқайламайды, ол әрдайым қасында болады және сенің оны байқауыңды тыныш күтеді. Әрбір жаңа күн саған берілген жаңа мүмкіндік. Күн қайтадан тұру үшін содан кейін ғана батады.